Каржан ханым, қайғыдан сізге бір сұрақтар қояйын деген. Сіз қазір міне біз Вьетнам Фукуокта жүрміз ғой. Сіз осы жерге келу үшін путевкаңыз қаншаға шықты, қанша ақшаға шықты? Мен енді бұл жерге бірде тиын төлеген жоқпын. Маған компаниям, Dandelion компаниясында жұмыс жасаймын. Сонда жұмыс жасағанға бір жылдай уақыт болды. Мінекей сондай ортадан мен директор статусын жауып, маған осындай бір емес екі адамға осындай путевка берілді. 1.750.000 теңгенің путевкасы берілді. Енді келіп демалып жатырмыз. Мінекей керемет 4-ші күн болды. Бұл жерде енді барлық жағдай жасалған. Су қандай керемет. Жалпы мен айтар едім, артымдағы өзімнің командама шын жүрегіммен жұмыс жасаңыздар, әрекет етіңіздер. Мынандай енді жағдайды көру мен тіпті армандамаған едім. Мен шындықты айтайын. Dandelion негізінен Dandelion деп айтамыз ғой. Dandelion компаниямыз бізге армандамаған армандарымызды орындап жатыр. Керемет. Компаниядан сонда қысқа уақытта қалай осындай дәрежеге жетіп жүрсіз? Мен енді бұл жерде мен осындай дәрежеге жетем деп ойлаған жоқпын. Жалпы мына не болғанда да өзі жоғарғы жақтан біздің тәңірімізден ғой, тәңірімізден. Мен жұмыс жасаймын деп ойлаған жоқ, мен адамдарға көмек бердім. Енді себебі біздің өніміміз енді дүние жүзі бойынша ең бірінші орында. Мынандай өнім болып көрмеген. Мен адамдарға денсаулығын жақсартса екен деймін. Денсаулығын жақсартып, ауырмай, анандай медикаменттермен өзінің денсаулығын, яғни ағзаларын құртпай, осы барлық водородпен емдесе екен деймін. Мен сондай мақсатпен міне өзі жұмыс жасап бастадым да, жұмыс істеп жүрмін деп ойлаған жоқпын мен. Мен адамдарға көмектесіп жүріп, осындай дәрежеге жеттім. Керемет. Енді келесі мақсатыңыз қандай осы компанияда? Енді келесі менің мақсатым өзімнің командамды көтеру. Өзімнің артымнан ерген команда мені де қайталаса екен деймін. Осы шын жүрегіммен барлығы да соны қайталаса екен. Бұл өте сауапты іс. Әркімнің қолынан келеді. Бұл компания менің жалғыз өзімді емес, екі адамға берген емес, сіңлімді алып келдім ғой. Сіңлім тіпті армандамаған да, ондай жерде демаламын деп. Мінекей өзі суды сондай жақсы көруші, күндіз түні міне судан шықпайды. Су деген қандай тамаша, жылы. Енді менің келесі мақсатым супер директорды жабу жуық арада. Онан кейін енді автокөлікке ие болу. Сізге сәттілік тілеймін. Рахмет, Каржан ханым. Демалысыңыз керемет болсын. Командаңыз өсе берсін. Бизнесіңіз көркейе берсін, өрлей берсін.